Бейбарыстың қаһармандығы мен кеңпейілдігі. Бір күні бейбарыс үйінің алдында тұрса, көшемен қолына садақ ұстаған саудагер келе жатады. Бейбарыс саудагерді шақырып, садағыңды сатпайсың ба деп сұрайды. Әлгі кісі садағын 5 динарға балайды. Бейбарыс садаққа қатты қызығады. Саудагерді үйдің алдында күттіріп қояды да, садақты алып шешесіне келеді. Апа, мына садақты сатып алмақпын дейді. Кімнің садағы, қанша тұрады екен? Саудагер 5 динарға сатпақшы. Мұны естігенде Фатима күліп жібереді. Балам-ау дейді. Менде оның көкесіндей садақтар бар ғой. Сөйтеді де бейбарысты бір үлкен бөлмеге ертіп барады. Барса, жаңағы жерде садақ деген самсап, жебе деген жыпырлап тұр. Таң-тамаша қалып, апа, бұлар қайдан келген саған дейді. Балам-ау, менің аты жөнім Фатима әл-Акбаси екенін білмеуші ме едің? Бұлай болатыны менің әкем жақ иіп садақ жасайтын кісі еді. Енді мына бөлмедегі садақтың бәрі сенікі, балам, дейді шешесі. Қуанып кеткен бейбарыс садақты саудагерге қайтарып береді. Бірақ бұл кімнің қаруы деп сұрап қалады. Бейбарыс садақ жасаушыны алдыртып жөнін айтқызады. Атың кім сенің? Менің атым Асиф ибн Бахыр өл-Маркаби. Неғып садағыңды сатып жүрсің? Ақшадан қысылып тұрмын. Бейбарыс оған 10 динар береді де, мына ақшаны ал садақ менің саған тартқан тартуым әрі менен естелік болсын. Асиф қуанып кетеді. Маған ерекше жақсылық жасадың. Алла бұйыртса бір қайтарармын дейді. Осыны айтып ол саудагерге ілесіп кете барады. Ертеңінде бейбарыс аулада жүрсе, бір қызметші шатырдан салбыратып арқан сүріп жатады. Неге олай етіп жатқанын сұраса, қызметші Фатима ханымның әкесі Хасан әл-Акбаси мырзаның атын басқаша суара алмаймыз дейді. Иесі дүние салғалы бірде-бір адам осы атты ерте алмай қойды. Ту асаулығы сондай атбегіні теуіп өлтірді. Содан бері жанына жан жуымайды. Күн сайын жем мен суды мына терезе арқылы түсіреміз. Мұны естіген бейбарыс қызметшіден атқораның кілтін алып, жаңағы айтқан жылқыны қараса, жануар нағыз қазанаттың өзі екен. Көзі қанталап, тұяғымен жер тартып кісінеп тұр. Бейбарыс қызметшісіне ер-тұрман мен қамшы алдыртады. Атты ертеп жіберіп, арыстанша атылып барып қарғып мінеді. Қызметшісіне мені осында күт деп кетеді. Ал анау болса асау атты жас қожайынды жығып кетеме деген қауіппен Фатима ханымға жетуге асығады. Бара бейбарыстың асау атты ерттеп шаба жөнелгенін айтады. Ат сол шапқаннан шаба береді. Шөл даладан өтіп, тау баурайындағы үңгірдің жанына келіп, бірақ тоқтайды. Сол жерге жетеді де табандап тұрып алады. Қанша қамшыласа да аяғын баспай қояды. Бұған таң қалған бейбарыс аттан түсіп, үңгірге кірсе, іші жап-жарық шам жанып тұр екен. Онан сайын таңданып, бұл не нәрсе болды екен деп, әбден бас қатырады. Үңгірдің түпкіріне қарай жүрсе, тап алдынан тас есік шығады. Ортасында сақина бар. Ар жағын көрейін деп сақинаны көтеріп қарайды да орнына қояды. Сол сәтте есік тарс ете қалады. Артынша есіктің арғы бетінен дауыс естіледі. Пайғамбарлардың қазынасы сақталатын жерге келіп, есікті қағуға дәті барған бұл кім? Басыңа бәле тілеп алғың келмесе, кімде болсаң, келген ізіңмен кері қайт. Жан баласының ішінен бұл жерге бейбарыс деген жігіттен басқа ешкім де кіре алмайды. Тек сол ғана кіреді, тек сол ғана жүреді мұнда. Осыны естіген соң бұл, ендеше сол бейбарыс менмін дейді. Арғы жақтан кір деген соң кіріп барса, алдынан бір қызметші шыға келеді. Бейбарыссың ба сен? Деп тағы сұрап алады да, саған Алланың нұры жауған, енді қолыңдағыны алдыма сал, сонда мына үңгірдің бар байлығы сенің иелігіңде болады дейді. Бейбарыс қолындағы қамшыны жаңағыны алдына тастаған соң, қызметші мынаны айтады. Мына сандықты аш, ішінен қыруар қазына байлық шығады. Соның арасынан салмағы 10 ратіл шам семсерінен басқа ештеңе алушы болма. Оған саған дейін жан баласының қолы тиген емес. Сол семсерден басқа саған берер ештеңеміз жоқ. Байлыққа қызықпа, басың бәлеге қалады. Бейбарыс сандықты ашып кеп жіберсе, айтқанындай іші толған қымбат қазына. Сонша мүліктің арасынан ол тек шам семсерін алып үңгірден шығады. Атына қарғып мініп, шам шаһары қайдасың деп тарта жөнеледі. Жолда бір қарақшы мұның атымен шаужайласа кетеді. Алымақыңды төле дейді. Неңді төлеймін, ештеңе әкеле жатқан жоқпын ғой дейді бұл.
Онда өзіңе астыңдағы атыңа төле деп анауда қалмайды. Ал төлемедім, сонда не істейсің маған? Деп енді бейбарыс та ерегіседі. Онда не өзіңді өлтіремін, не сені тұтқынға алып, құныңды талап етемін. Анық бір жүрек жұтқан ер болмаса, менен ешкім қашып құтыла алмайды. Деп жаңағы тақымдай түседі. Ал болмадың ғой, енді менен сақтана бер, дейді бейбарыс. Қарақшы семсерін алдымен сілтеп қалады, бірақ мүлт жібереді. Бейбарыс Шам шаһарының семсерін сілтеп қалғанда қарсыласы жерге жалп ете түседі. Әлгінің қолын байлап тастай бергенде қайдан шыққаны белгісіз 3 аттылы адам шыға келеді. Келе біздің бауырымызға тиюші болма деп айқайға басады. Бейбарыс олардың үшеуін де бірінен кейін бірін аттан ұшырып жібереді. Жерде жатқан сарбаздарды арқанмен жалғастыра байлайды да өзі атқа қонып тұтқындарын Шам шаһарына жаяу айдайды. Бізді қоя берші, жақсылығың мойнымызда кетпес, деп жалынады әлгілер. Сендер қарақшылық жасадыңдар, сол үшін де жазаларыңды тартасыңдар, дейді бұл. Аналар жалынуын қоймайды. Аштықта қарасқан сауап, уәдеде тұрысқан сауап, бейшараға болысқан сауап демеуші ме еді? Бізді қоя берші, құлдығың кетейік, қызметшің болайық. Өздерің не қылған адамсыңдар, дейді бейбарыс. Біз Әл-Қабатия тайпасынан шыққан жол күзетшілеріміз. Рубасыларының өзі 64 адамбыз. Әрқайсымыздың қарауымызда 100-ден 200-ден кісі бар. Иса ән-Нәсір жыл сайын осы жолды күзеткеніміз үшін 10 000 дирхем төлейтін. Сонымен күнімізді көретінбіз. Биыл тиесілі ақшамызды алуға барсақ, 1 дирхемде бергісі жоқ. Еткен еңбегімізді жақсылықпен төлеп бер, әйтпесе айтпады деме. Біз мына қара жолға шығып, қарақшылық жасаймыз дедік. Сөйтсек Исамыз, онда менің шатағым жоқ деп қарап тұр. Ал ендеше дедік те, жүргіншілерге шабуыл жасап, төлемді солардан талап ете бастадық. Өйтпесек бала-шағаны асыраудан қалып барамыз. Біздің жағдайымыз міне осындай деп сөзін аяқтайды әлгілердің арасынан бір адам. 4 ағайындының әңгімесін тыңдап болған соң, бейбарыс, өздерің маған қызметке тұруға қалайсыңдар, дейді. Аналар қуана-қуана келіседі. Әмір олардың қолдарын шешеді. 4-еуі разы болғаннан бейбарыстың қолын сүйіп әлек. Әлгілердің бірі Әл-Қабатия тайпасының еркек кіндіктісін түгел ертіп келеді. Әмір бейбарыс қалың қолмен Шам шаһарына аттанады. Шамға келісімен анасына жеткенше асығады. Баласының аман есендігін көріп, шешесінің де көңілі жай табады. Бастан кешкенін баян еткен соң анасы, Құдай бұйыртса түбі қайырлы болады балам, деп қуанады. Содан әмір бәдәуилерді өз үйіне жайғастырып, бәріне жалақы белгілейді. Бір күні бейбарыстың алдына 4 шаруа келеді. Жөн жосығын сұраса, «О тақсыр», дейді әлгілер. «Сар жүбейлі Әл-Махри деген кісінің шаруалары боламыз. Сенің шешең мен біздің мырзамыз жерді бірлесіп басқарады. Ол бізге сенің шешеңе хат апарып беруді тапсырды». Бейбарыс хатты оқып қараса, былай деп жазылған екен. Сафттың билеушісі Сар жүбейлі Әл-Махридан Фатима Әл-Акбаси ханымға той жасайтын болып жатырмыз. Сондықтан биылғы астықты өзімізге түгелдей алмақпыз. Келесі жылдың астығын сен аласың. Хатты жазған адам анасын алдап соғуды ойластырғанын сезе қойған бейбарыс шаруаларға ол бола қоймас, дейді. Сөйтеді де мынандай жауап жазады. Сар жүбейліге бізден қулығын асыра алмайтынын мәлімдейміз. Әркім астықтан өз үлесін алу керек. Біздің шешім осындай. Хатты мөрлеп бекітеді де келген кісілерге береді. Қажет болса ертең артынан қуып жететінін айтады. Шаруалар кетісімен бейбарыс Сар жүбелінің арам пиғылын анасына айтады. Анасы баласының ақылына сүйенеді. Ертең Сафтқа барда өзімізге тиесілі астықты алып кел, дейді. Сар жүбелі шаруалар алып келген хатты оқығанда ашу ызаға булығады. Оның Зүнейд деген іс жүргізушісі бар еді. Сол сабырға шақырып бір ақыл қосады. Ашуланба тақсыр, оп-оңай реттейтін шаруа ғой бұл. Фатима ханымның адамы келсінші, сол кезде бидайды өлшеуді маған тапсыра ғой, қалғанын өзім қатырамын, дейді әлгі. Сөйтіп жаңағы Зүнейд шаруаларға 2 түрлі ақ және қара қаптар дайындауды тапсырады. Қара қаптағы астық біздікі, деп ескертіп қояды. Қапты дайындап бейбарысты күтіп отырады. Айтқан уағында адамдарын ертіп, қырман басына бейбарыста келеді. Іс жүргізушінің сәлемін алған соң, сен бе астық өлшейтін, дейді. Анау басын изейді. Ал көрейік, бөл астықты. Зүнейдтің айтуымен шаруалар қаптарды жеткізеді.
Қаптарды әкелген соң Зүнейт бейбарысқа ағы сендердікі, қарасы біздікі дейді. Сөйтеді де астықты көсіп-көсіп сала бастайды. Ақтан гөрі қара қаптар толыңқырап байланып жатады. Бейбарыс мұны байқап тұрады. Бидайды өзінше бөліп болып, Зүнейт тақсыр ақ қаптарды алып кетіңдер дейді. Сонда бейбарыс ақ қаптарды өзің аласың, қара қаптарды мен аламын дейді. Зүнейт ерегесе кетеді. Жоқ, саған мен тек ақ қаптарды беремін. Бейбарысты ашу қысып айқайлап жібереді. Осыдан айтқанымды істемесең, онда саған ақ қапта жоқ, қара қапта жоқ. Ана антұрғанның жаны шығып кете жаздап, жыларман болады. Бейбарыс бәдәуилеріне: олай болса бірде қап қалдырмай түгел артып алыңдар да жолға жиналыңдар. Мына иттердің сөздерін құлақтарыңа қыстырмаңдар, деп бұйырады. Бұл сөзді естіген Зүнейттің жан дауысы шығады. Мыналар бидайды түп-түгел қотарып әкетті деп заржылап Саржүбеліге жетеді. Бара бейбарысты қарғап сілей жөнеледі. Өтірікті шындай, шынды Құдай ұрғандай етіп айтады. Басына қан тепкен Саржүбелі Филипп деген бауырына аттылы қол алып аналардың соңынан қу. Жеткен жерде жексұрынның желкесін қи, бәдәуилердің астығын тартып ал. Зүнейт сенімен аттансын, ана оңбағанды саған сол көрсетеді деп тапсырады. Филипп бейбарыстың артынан қуып кетеді. Керуенге жете бере алыстан: қайда қашып барасың? Тоқтаңдар, бізді тосыңдар, деп айқайлайды. Қуғыншыларды көрген бейбарыста атының басын тежеп, жанындағы бәдәуилерге: ал енді өздеріңді танытар тұс келді, аянбаңдар, дейді. Өзі жауға қарай алдымен құйғыта жөнеледі. Жердің шаңы аспанға шыққан бір алапат басталады. Бәдәуилер расында да шетінен ержүрек екен. Жаудың бетін әп-сәтте қайтарып тастайды. Көп ұзамай жау жағы бет-бетіне бытырап қаша бастайды. Қашқандардың арасынан Саржүбелінің бауыры Филиппті көріп қалып, бейбарыс атын соның соңынан салады. Жеткен жерде семсерін бір сілтегеннен қалдырмайды. Басшысының өлгенін көрген Филипптің адамдары безе жөнеледі. Әйтсе де бәдәуилер қуып жетіп, бәрін Зүнейтімен қоса найзаға түйреп бітіреді. Жаудан қалған олжа мен аттарды жинап алып, бұлар әрі қарай жол тарта береді. Анасының алдына келген соң, бейбарыс болған жайды түгел баян етеді. Шешесі: балама бір Алланың өзі жар бола көрсін, деп мінәжат айтады. Филипп қолынан тірі қалғандар жылап-сықтап Саржүбеліге келеді. Сендердің сонша зәрелеріңді алған кім ол өзі? Бауырым Филипп қайда? Іс басқарушым Зүнейт қайда? дейді Саржүбелі. Оларды ана бейбарыс деген тажал мен оның нөкерлері өлтірді. Өздері кілең түрінен кісі шошырлық бәлелер, дейді мыналар. Сонда Саржүбелі 10 000 адамды қол жинап жіберіп, өзі әскерін бастап Шам шаһарына тартты, дейді. Шаһар әкімі Иса ән-Насыр әскер жақындап қалғанын естігеннен қаланы басып алар деген қауіппен қақпаны жаптырып тастайды. Саржүбелі Шамның әкіміне хат жаздыртып, жауабын қолма-қол жеткізуді тапсырады. Жаушы қаланың дарбазасына жақындағаннан күзетшілер жөнін сұрайды. Жаушымын, Иса ән-Насырге хат алып келдім, дейді ол. Сөйтіп оны ішке кіргізеді. Хатын оқып қараса, былай депті: Саржүбеліден Шам шаһарының әкіміне жазылған бұл хат: сенде менің ұзын да өшім, қысқа да кегім жоқ. Менің бауырымды, менің жиенімді өлтірген ана бейбарысты, оның нөкерлерін ұстап берсең болды. Қаланың қақпасының қарсысында тура 10 жыл тұрсам да, қас жауымнан кегімді алмайынша Шамнан кетпеймін. Ана ант атқан қанішерді қолыма бермесең, сені де Шам шаһарының тұрғындарында не күтіп тұрғанын шамалай берсең болады. Сәлемімді қабыл ал. Бұл хатты оқыған соң Иса ән-Насыр ойға қалады. Басыма бәле тілеп нем бар менің? Жауын ұстап берейін де тыныш отырайын. Жаушыға сый-сияпатын жасап, жауабын қолына ұстатады. Жауабында былай дейді: Шам шаһарының әкімінен Саржүбеліге дұғай сәлем. Сендердің талас тартыстарыңнан хабарсызбын. Жауыңды қолыңа берейін, не істейтініңді өзің білерсің. Сәлемімді қабыл ал. Хатты алған соң Саржүбелі қуанып кетеді. Екі қолын ысқылап бейбарысты қала дарбазасында күтіп тұрады. Осы кезде бейбарысқа бір адам келіп, әкім шақырып жатқанын айтады. Ол атына міне сала әкімге тартады. Жанында нөкерлері бар. Иса ән-Насыр жылы шырайлы қарсы алып, жанына отырғызады. Балам, дейді бейбарысқа, ана қарғыс атқыр Саржүбелі бұл қалаға сенен кек алуға келіпті. Істеген ісіңе қатты қорланып отыр. Онан қайтып құтылуды ойлай келіп,
Мен бір амалын тапқандай болдым. Не амал екен айтшы қане, деді бейбарыс. Шырағым, сен әскеріңді алып қаланың қақпасына шық. Дарбазадан шыға сала сар жебелінің адамдары сендерге тап берер. Дәл сол кезде менің жауынгерлерім саған көмекке ұмтылады да дұшпанды қоршап ала қояды. Құрсауға бір түскен соң олардың бірін қалдырмай қырып саламыз. Ал не дейсің бұған? Аңғал батыр әкімнің сөзіне сеніп, айтқаның болсын деп келісе кетеді. Атына мінеді де әскерін соңынан ертіп қала қақпасына қарай жүреді. Қаладан сәл шыққан соң бейбарыс артына бұрылып қараса, қақпа тарс жабылған. Бұлардың артынан шығады деген әскер де жоқ. Иса ән Нәсірдің залымдығына сонда барып көзі жетеді. Болары болған соң бір басын Құдайға тапсырып, нөкерлеріне қарап былай дейді: бауырларым, біз тағырыққа тірелдік. Сендердің ар-намысты қолдан бермей ақ адал өліммен шейіт болуға бейіл екендеріңді білемін. Жауынгерлері де қайтпайды. Сенен жанымыз артық емес, өліспей беріспейміз деседі. Сол-ақ екен, шетінен аруақтанып жалы күдірейіп шыға келеді. Бейбарыстың қақпадан шыққаннан көрісімен қарғыс атқыр сар жебелі жауынгерлеріне қолға түсті өздері дейді. Құдай, кегімізді қайтарып масқарадан құтқара гөр. Бейбарыс шерік құрып тұра қалады. Сол кезде сар жебелі бір батырын әмірмен жекпе-жекке жұмсайды. Жауынгер найзасын сілтеп үлгергенше бейбарыс семсермен басын қағып түсіреді. Мына жойқанды көрген сар жебелінің адамдары ішін тартып шегініп кетеді. Бейбарыс енді жаудың әскер басын жекпе-жекке шақырады. Қанша жерден кек алуға қолшынып тұрса да, сар жебелі жеме-жемге келгенде бейбарыспен жекпе-жекке тәуекел етпейді. Өзінің орнына басқа бір батырын шығарады. Ол да найзасын бұлғаңдатып үлгермей жатып жер жастанады. Бейбарыстың семсері бір сілтегеннен қалмайды. Осылайша келгенін келгендей қыра-қыра сар жебелінің 13 жауынгерінің жанын жаһаннамға жібереді. Тіпті бой беретін болмаған соң сар жебелі әскеріне бейбарысқа түгел жабылып жауынгерлерін жусатып салуға әмір етеді. Қан қасап қырғын басталады. Содан түн ауғанша қылыштан қалқан қақырап адам қаны судай ағады. Сар жебелінің жауынгерлері де көп қырылады. Бейбарыстың шығыны одан да асып кетеді. Әмірдің өзі де ұрыс даласын тастап шықпасқа амал қалмайды. Сар жебелі бейбарысты қанша іздесе де таба алмаған соң әскерлеріне кімде-кім бейбарысты өлі болса өлідей, тірі болса тірідей тауып берсе, соған өзінің салмағындай алтын сыйлаймын деп жар қылады. Мұны естіген сәтте бір сарбаз орнынан атып тұрып, мен әмірді табамын да айтқан алтынды аламын дейді. Сонан ол бейбарысты іздеп шығады. Бейбарыс күні бойғы айқастан әбден қалжыраған еді. Беткейге жантайған батыр атының шылбырын қолына ұстаған күйі ұйқыға бас қойған болатын. Қырсық шалғанда әмірді тауып беремін деп мақтанған жауынгер дәл сол жерге келе қалмасын ба? Ұйқыдағы бейбарысты көре салып қуанып кетеді. Орамалын банжының шырынына сығып алып, бейбарыстың бетіне жапсыра қояды. Әмір онан сайын қатып ұйықтайды. Жауынгер де қарулы неме екен. Бейбарысты атқа өңгеріп, сар жебеліге алып келеді. Мына оңбағанды аттан түсіріп, сірке суын ескете қойыңдар, есін жейсін, дейді сар жебелі. Мен қайда жатырмын, дейді әмір ұйқыдан оянғанда. Менің тұтқанымда жатырсың, дейді мейманасы тасыған сар жебелі. Басыңды кесіп аламын да кегімді қайтарамын сенен. Бейбарыс оның сөзінен саса қоймайды. Жаратқан ием мені мұнда жатқыза бермейді, құтқарып алады. Тек маған мына шатырдың кімдікі екенін айтшы, дейді сар жебеліге. Бұл менің шатырым, осыған талай ақша шығарғанмын, дейді анау. Бейбарыс, Алла жар болып аман есен шықсам, сенде бір күні мүскіл халде алдыма келерсің, сонда құныңа мына шатырыңды ғана алармын, дейді. Жарайды, дейді сар жебелі. Сен менен аман кетіп, мен сенің алдыңда келіп жатсам көрерміз. Сөйтеді де адамдарына мынаны абақтыға тығыңдар, таң атсын, мұны ешкім көріп білмеген сұмдық азаппен өлтіреміз, дейді. Бейбарысты абақтыға жауып тастайды. Ертесіне сар жебелі жасағы орналасқан шатырлардың ортасындағы алаңқайға адамның басын шабатын дөңбек орнатуға әмір етеді. Бәрі дайын болғанда бейбарысқа адам жұмсайды. Жіберген кісілері абақтыға барса ешкім жоқ.
Мұны естігенде Саржүбелінің есі ауысып кете жаздайды. Күзетшілерді жерден алып, жерге салып жүріп те бейбарысты ойлай береді. Оны кім құтқарып алды екен? Әлқисса мұхаддис әрі қарай әңгімесін былайша жалғайды. Бейбарысты бір бәдәуи аман алып қалады. Ол әлгіндегі жауынгердің бейбарысты өлі болса өлідей, тірі болса тірідей тауып беремін дегенін естіп қалған екен. Түнге дейін бейбарыс тұтқында жатқан шатырдың маңын торуылдап жүреді де, қарауылдың ұйықтап кеткенін пайдаланып, әмірді абақтыдан аман-есен алып шығады. Жау қосынынан ұзақ шыққан соң, бәдәуи бейбарыстың аяқ-қолындағы кісендерді сындырып тастайды. «Маған мұншама жақсылық жасауға тәуекел еткен қандай ерсің сен?» дейді бейбарыс. «Мен сенің есіңде жоқта шығармын, ал сен менің есімдесің. Маған жасаған жақсылығыңның өтеуін қайтармай қоймаймын деп өзіме серт бергенмін», дейді бәдәуи. «Мен Мұхаддам Асиф ибн әл-Маркабимін. Сен маған садағымды қайтарғансың және оған 10 динар қосып бергенсің. Саған жақсылық жасаудың сәтін түсіре көр деп Алладан мінәжат етіп едім. Міне бүгін сол тілеуімді берді Құдай». Бейбарыс пен Асиф Шам шаһарына жетеді. Қаланың дуалынан асып түсіп ішке енеді. Өзін құтқарған бәдәуиді ертіп анасына келеді. Бейбарыстың аман-есендігін көріп, анасы қатты қуанады. Басынан кешкендерін түгел сұрап, барлық мән-жайға қанығады. Келесі күні Асиф жолға аттанады. Бейбарыс қал десе де, шаруасы бастан асып жатқанын айтып қалмайды. Бейбарыс жолға деп қалтасына 100 динар салып береді. Әмірдің мырзалығына разы болып ол кетеді. Арада 6 күн өткенде бейбарыстың жарасы жазылып, шаршағаны қайтады. 7-ші күн дегенде 5 қаруын бүтіндеп атқа қонады да Саржүбелінің қосыны жатқан жаққа қарай құйғытып шаба жөнеледі. Мұны алыстан көрген Саржүбелі бейбарыспен айқасуға бір баһадүрін қарсы аттандырады. Жаңағы жүрек жұтқан жігіт әмірдің алдынан ойқастай бергеннен-ақ бейбарыс оның басын шауып түсіреді. Саржүбелі оның артынан екіншісін, үшіншісін жібереді. Олар да алдыңғының кебін киеді. Содан бейбарыс ұрыс алаңына шыққанның бәрін қыра-қыра 15 адамды баудай түсіреді. Ақыры Саржүбелі шыдамай, «Қоршауға алыңдар да құртыңдар көзін мынаның» деп айқайға басады. Жаулары бейбарысқа жан-жағынан тап береді. Сол сәтте әмір екі қолын көкке жайып, Алладан медет сұрайды. Кенет аспан астын шаң қаптап, төңірек қара түнек болып кетеді. Айналаға қайтадан жарық түскенде, туларын желбіретіп, құйғытып келе жатқан аттылы әскер көрінеді. «Біз сенімен біргеміз, әмір бейбарыс» деп айқай-сүрен салған жаңағы аттылар жау жағына жағаға соққан тау-тау нөпір толқындай тиеді. Саржүбелі жағының иманы қашып шегіне бастайды. Сәйгүлік мінген сайыпқырандарды көрген қала тұрғындары мен шаруалардың да жалы күдірейіп, жауға сырт жағынан тиісіп, шатырларын өртеп жібереді. Әмір бейбарыстың бойына да тың күш құйылып, енді қайтадан жауын оңды-солды қыруға кіріседі. Әуелі ту ұстаушының көзін құртып болған соң, Саржүбеліге жетіп барады да, оны семсерімен бір сілтеп өтеді. Ант тұрған басқыншылар басшысының күйін көрген соң, алды-артына қарамай, шатырларын да дүние мүлкін де тастай-тастай қашады. Жау қосынының дәл ортасында 100 жерден ұстын қойылған алып шатыр қала береді. Мұхаддис бейбарыстың сол қырғынынан қалай аман шыққанын осылайша әңгімелейтін. Онымен бірге шайқасқан қабатиялардың арасынан тірі қалғаны некен саяқ болатын. Солар өз еліне жетіп, руластарының қайғылы қазаға қалай душар болғанын айтқан. Сонан қол жинап кек алуға жеткендері осы еді. Шайқас басылған соң, бейбарыс Саржүбелінің шатырларындағы дәл соның орнына отырып алып, дұшпанын алдыртады. Бәдәуилер Саржүбеліні дедектетіп алып келеді. «Тұтқынынан құтылар күнім жақын дегенімде мені күлкі етіп едің, ал енді өзің өміріңді құн төлеп барып қана сақтап алатын шаққа сен жеттің» дейді бейбарыс. «Бар байлығым саған бұйыратын болды» деп мойындайды тұтқын. «Онда» дейді бейбарыс, «мына шатырыңды маған берсең тірі қаласың, қалауыңды ал да жанымды қалдыра көр» деп жалынады Саржүбелі. Бейбарыс ер-тұрманы жүген ноқтасы жоқ бір ат алдыртады да Саржүбеліге «бетің ауған жаққа жүре бер» дейді. Өзі бәдәуилерді олардың қолбасын шақыртып,
дер кезінде көмекке келіп, ажалдан аман алып қалғанына алғыс айтады. Жаудан түскен мол олжаны қылдай бөліседі. Шейіт болған қабатиялардың жетім-жесірлеріне жеткенінше ақша, көйлек, көншік бергізеді. Бәдәуилер қайтып кеткеннен кейін Әмір бейбарыс олжа бөлісінен өзіне тиген үлесті кедей-кембағаларға таратады. Өзіне тек шатырды, бірнеше жарамды атты ғана қалдырады. Бар шаруасын жайғаған соң анасының алдына барып көңілін орнына түсіреді.